Сіздермен құрметті 3 сынып оқушылары, бүгін біз сіздермен бірге 62-ші сабақты орындайтын боламыз. Каналға жазылып, осы видеоға лайк қоюды ұмытпаңыздар. 62-ші сабақ біздің жобамыз деп аталынады. Бұл жерде бізде тапсырмалар бойынша мақал-мәтелдер берілген екен. Ал енді тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші мақал-мәтелдер. Мақал-мәтел бейнелі және мәнерлі сөйлеу құралы. Мақал-мәтелдер сөйлеммен беріледі. Ал енді бірінші тапсырмада мақалдарды оқы, олардың мағынасын түсіндір, сөйлем мүшелеріне талда дейді. Яғни бізде бірінші тапсырмада 3 затты орындауымыз қажет. Бірінші біз мақалдарды оқып шығуымыз қажет. Мақалдарды оқитын болсақ, бірінші өнер өртке жүзеді. Екінші, еңбек ептілікті сүйеді. Үшінші, асыл тастан шығады, өнер жастан шығады. Төртінші, ер қадірін ел білер. Зер қадірін зергер білер деген мақалдар көрсетілген екен. Ал енді олардың мағынасын түсіндір дейді. Бірінші, өнер өрге жүзеді дегеніміз, өнер адамның дүниетанымына, сеніміне, адамгершілік моральдық қасиеттерінің қалыптасуына, эстетикалық сезімдердің тұрақтылығына игілікті әсер етеді деген сөз. Ал екінші мақалымыз болатын болса, еңбек ептілікті сүйеді. Еңбекпен тынымсыз жұмыс жасап, шеберлікті дамыту нәтижесінде адам өздігінен өсіп, жетіле түседі деген мағынаны білдіреді. Үшінші, асыл тастан шығады, өнер жастан шығады дегеніміз, барлығымыз туа салып бәрін біліп болмаймыз. Алайда үйреніп, оқып білеміз. Сол сияқты асыл тастар да табиғатта саф күйінде. Саф дегеніміз таза күйінде кездеспейді. Төртінші, ер қадірін ел білер, зер қадірін зергер білер. Төртіншісі, яғни адамның немесе заттың шынайы құнын тек оны түсінетін, білетін адам ғана дұрыс бағалай алады деген сөз. Енді содан кейін бізде сөйлем мүшелеріне талда деген, яғни біз бұл жерде синтаксистік талдау жүргізуіміз қажет. Біріншісі, өнер дегеніміз бізде бастауыш, ал жүргізеді дегеніміз бізде баяндауыш. Содан кейін бізде өрге дегеніміз тұрлаусыз мүшеге жатады. Келесі, еңбек ептілікті сүйеді дегеніміз бізде еңбек бастауыш, сүйеді бұл баяндауыш. Ептілікті дегеніміз бұл тұрлаусыз мүше. Келесі, асыл тастан шығады, тастан дегеніміз бұл тұрлаусыз мүше. Өнер жастан шығады, жастан дегенімізде тұрлаусыз мүше. Ал бұл жерде бастауыш пен баяндаушты өздеріңіз тауып көрсеңіздер, асыл дегеніміз бастауыш болады. Шығады дегеніміз не істеді деген сұраққа жауап береді. Шығады, баяндауыш. Өнер, не? Өнер, бастауыш. Ал шығады дегеніміз баяндауыш. Келесі, ер қадірін. Ер қадірін дегеніміз бізде тұрлаусыз мүше болады. Ал ел болатын болса, бастауыш. Білер, баяндауыш. Зер қадірін зергер білер. Зергер кім? Зергер бастауыш. Білер не істейді? Біледі. Ол баяндауыш. Ал зер қадірін дегеніміз бізде тұрлаусыз мүше.
Осылай біз сөйлемдер мүшелеріне қарай оларды талдап шықтық. Келесі бізде екінші тапсырмада әңгіме берілген. Әңгімені оқы. Әңгіменің бұлай аталу себебін түсіндіріп көр деген. Әңгіме бізде бұлақ көрсе көзін аш деп аталады. Ыбырай атамыздың таза бұлақ деген әңгімесін оқыған боларсыздар. Егер олай болса, әр бала жазда кездессе қалса, бастаудың көзін, бұлақтың жолын аршып, оларды шөп-шаламнан, лай-батпақтан тазалап жүрсе, үлкен ғанибет. Сол үшін бабаларымыз бұлақ көрсең, көзін аш деп өсиет қалдырған. Бұл Спандияр Ақтаевтың әңгімесі. Ал енді бұл әңгімені бұлай аталу себебін түсіндіріп көретін болсақ. Әңгіменің бұлақ көрсең көзін аш деп аталу себебі, бұл әңгіме табиғатты қорғау туралы. Әңгімеде бұлақтың көзін ашып, оны шөп-шаламнан, лайдан тазалау үлкен сауап екені айтылады. Бұлақтың суы адамдарға да, жануарларға да пайдалы. Сондықтан ата-бабаларымыз табиғатты аялау үшін бұлақ көрсең көзін аш деп өсиет қалдырған. Келесі үшінші тапсырма. Мақал-мәтелдер кітабынан жалаң сөйлемнен тұратын 5 мақал, жайылма сөйлемнен тұратын 5 мақал тауып жаз. Сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықтармен сызып көрсет. Тапқан мақалдарының мағынасын түсіндіріп бере аласың ба? Қай мақалмен әңгіме құрауға болады? Сол мақалмен әңгіме құрап көр. Мақалды қатыстырып тұрған әңгімеңді сыныптастарының алдында қорға және бағала. Бірінші біз жалаң сөйлемнен тұратын 5 мақалды жазып, олардың астын сызықтармен сызып, көрсетіп, талдап шығайық. Біріншісі бізде қарасаңыздар, бірінші мақал бізде еңбек түбі береке, яғни еңбек етсең жақсы нәтиже болады деген сөз. Еңбек түбі бізде бастауыш, береке болса бізде баяндауыш. Келесі оқу білім бұлағы, яғни оқу арқылы көп білім аласың деген сөз. Бізде оқу бастауыш, білім бұлағы баяндауыш. Келесі көп түкірсе көл болар, яғни көп адам бірігіп істесе үлкен іс бітеді деген сөз. Көп бізде бастауыш, түкірсе баяндауыш, көл болатын болса бізде бұл бастауыш, бұлар болатын болса бұл бізде баяндауыш. Келесі бірлік береке. Тату болсаңдар өмір жақсы болады деген сөз, яғни бірлік бастауыш, береке баяндауыш. Келесі тіл халық қазынасы. Тіл бастауыш, халық қазынасы дегеніміз баяндауыш. Бұл дегеніміз ана тілі халықтың ең үлкен байлығы деген сөз. Енді біз жалаң сөйлемдерден тұратын 5 мақал жазсақ, енді жайылма сөйлемдерден тұратын 5 мақалды жазып, оны талдап көрсетуіміз қажет. Біріншісі, ер қадірін ел білер. Бұл жерде бізде ел, зергер дегеніміз бізде бастауыш, білер дегеніміз бұл бізде баяндауыш. Білер. Ал ер қадірін дегеніміз толық тұрлаусыз мүше болады. Зергер қадірін дегенде тұрлаусыз мүше болады. Адамның қадірін оны түсінетін адам біледі деген мағынада. Оқу ине мен құдық қазғандай. Сонда бізде ине мен құдық дегеніміз тұрлаусыз мүшелерге жатады. Ал оқу бізде бастауыш, қазғандай дегеніміз баяндауыш. Оқу қиын, бірақ өте пайдалы деген мағынаны білдіреді. Қайғысыз қара суға семіреді. Қайғысыз бізде бұл бастауыш, семіреді дегеніміз баяндауыш. Қара суға дегеніміз тұрлаусыз мүше болады. Қайғы уайымы жоқ, уайымсыз адам барға қанағат етіп,
аз нәрсемен өмір сүре алады деген мағынаны білдіреді. Отан отбасынан басталады. Отан бізде бастауыш, отбасынан тұрлаусыз мүше. Отан бастауыш, басталады дегеніміз баяндауыш. Яғни бұл мақалдың мағынасы отанды сүю, отбасынан басталады деген сөз. Өнерлі өрге жүзеді. Өнерлі бастауыш, жүзеді баяндауыш, өрге тұрлаусыз мүше. Бұл мақалдың мағынасы өнері бар адам табысқа жетеді деген сөз. Келесі тапсырма: қай мақалмен әңгіме құрауға болады? Сол мақалмен әңгіме құрап көр. Мақалды қатыстырып құраған әңгімеңді сыныптастарының алдында қорға және бағала дейді. Мен оқу білім бұлағы деген мақалға әңгіме құрастырып жаздым. Айдана кітап оқуды жақсы көретін. Ол күн сайын сабақтарын мұқият оқып, жаңа нәрселерді үйренді. Мұғалімнің айтқанын тыңдап, сұрақтарға дұрыс жауап берді. Уақыт өте келе Айдана көп білім алды. Сонда ол оқу білім бұлағы деген мақалдың шын екенін түсінді. Мен осы мақалға әңгіме құрастырып жаздым. Сіздер кез келгеніне әңгіме құрастырып жазсаңыздар болады, жаңа құрастырған мақалдардан. Ал енді осымен тапсырмаларымыз аяқталды. Тапсырмаларды талдау ұнаған болса, каналға жазылып, осы видеоға лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі сабақтарда кездескенше.